Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекетінің алғашқы қадамдарының бірі өз туын, елтаңбасы мен әнұранын таңдауы болды. 1992 жылғы 4 маусымда алғаш рет тәуелсіз Қазақстанның жаңа мемлекеттік рәміздері бекітілді. Бұл күн жаңа мемлекеттік рәміздердің туған күні ретінде еліміздің тарихында мәңгіге қалады. Мемлекеттік рәміздер еліміздің егемендігіміздің нызғымас негіздерінің бірі. Олар тәуелсіз отанымыздың қасиетті біріктіруші бейнесін танытады. Госсимволы РК утверждены 4 июня 1992 года. Этот день навсегда останется в истории нашей страны как день рождения новой государственной символики. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы тәуелсіздіктің, бостандық пен егемендіктің белгісі. Ол ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының сол жақтысында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде нақышталған. Көгілдір түс бүкіл бейбіт ашық аспанның ортақ береке, тыныштық, бейбітшілік пен бірліктің көрінісі іспеттес. Күн байлық пен молшылықтың, алының шуақ шашқан нұрлы сәулелері гүлденудің, береке байлықтың нышаны болып табылады. Қанатын кеңге жайған қыран бейнесі билікті, көрегендікті, кең пейілді білдіріп, халықтың бақытқа, жақсылыққа ұмтылысын бейнелейді. Ұлттық қошқар мүйіз өрнекті тік жолақ егемен Қазақстан халқының ұлттық дәстүрлерімен терең тамырластығын танытады. Государственный герб представляет собой изображение шанырака, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся улыки, опоры. Справа и слева от них расположены мифические кони тулпары. Вверху находится пятиконечная звезда, а в нижней части герба надпись «Казахстан». Цветовую гамму герба составляет два цвета – золотистый и голубой. Авторы герба – известные архитекторы Шота-Аману Алиханов и Жандарбек Малибеков. Гимном Казахстана является песня «Менин Казахстаным», написанная в 1956 году. Авторы песни – Шамши Калдаяков и Жумекен Нажимеденов. Нурсултан Назарбаев внес правку в текст песни для усиления авторитета и торжественности исполнения. Гимн Казахстана рекомендовано слушать стоя, приложив правую ладонь к левой стороне груди. Чувство Родины, гордость за свою страну начинаются с уважения к ее символам. Поэтому во все времена госсимволы – это предмет национальной гордости, и отношение к ним особое. Мемлекеттік рәміздеріміз бүгінде шартарапқа кеңінен танылды. Қазақ елін әлем жұртшылығы мойындады. Біздің көк байрағымыз Біріккен ұлттар ұйымының ғимараты алдында тұр. Қазақстан Республикасының шетелдердегі елшіліктері ғимаратының маңдайшаларына тігілген. Қазақтың көк туын ғарышкер Талғат Мұсабаев көк аспанда самғатты. Әлемдік спорт додаларында еліміздің олимпиада жеңімпаздары әнұранымызбен бірге көк туымызды биікке көтерді. Мұның бәрі Қазақстан Республикасының әрбір азаматы үшін үлкен мәртебе, зор мақтаныш.